Бүгінгі видеода мен Астридтің айдаһары дауылпаз туралы, яғни жылан тұтық туралы ақпараттар айтатын болам. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Жылан тұтық бұл барлық айдаһарлардың арасындағы ең ыстық оты бар және өзінің улы тікенектерімен танымал. Бұл айдаһардың ұзындығы 6,5 метр, ал қанатының ұзындығы 4,5 метр. Айдаһардың түстері әртүрлі болады. Мысалы, сары, күлгін, көк және жасыл. Бұндай айдаһар түрлері әдемі айдаһарлар қатарына жатады. Және де айдаһардың сол жақ көзі мүлдем көрмейді. Тапсаңдар сол жағында тығылып тұрып шабуыл жасаңдар. Бұны өз пайдаңызға жаратуға болады. Айдаһардың оты өте ыстық. Оның оты тіпті тасты да ерте алады. Жылан түтік тауық санымен және қоймен қоректенеді. Ал айдаһар жылдам үшін десеңіз тауықтың санын бергеніңіз жөн. Осымен болды дауылпаз. Тауығыңды жеп бітір. Тауық етін жегенде сенің ерекше күш қуат алатыныңды екең сезіп те жатқан жоқ. Жеңіс біздің қанжығамызда дей бер. Оның басты қаруы ол құйрығында орналасқан улы тікенектері және оты. Құйрығы жайлы айтатын болсақ, құйрығында көптеген улы тікенектер бар. Тікенектер өте мықты. Олар ағашты тіпті кез келген затты тіліп жібере алады. Және де жылан тұтық қауіпті сезсе тікенектері тұрып атады. Тікенекті ұшып жүрген кезде де аталады. Және де айдаһар тікенегін 30 метрге дейін ұзындыққа дейін дәл тигізе алады. Айдаһардың әлсіз тұстары олар айдаһар шөбі, жылан балық, көк олеандр, ажал себушінің дыбысы, ұлы смутьянның гипнозы. Сонымен достар, бүгінге осы видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Сонымен қатар комментарийге келесі қандай айдаһар туралы ақпараттар айтайын. Жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.